бір елді құрдымға кетіру үшін үш-ақ нәрсе жеткілікті екен. Ол үйде отырған анаға, яғни әйелге, сен үйде отырма, жұмысқа шық деп оны үгіттеу. Екінші, екі ерлі заттың ортасына от салу, яғни екеуін ажырастыру. Үшінші, сол елдің жанашыр адамдарын, мысалға жаңағы кім біздің елге жанашиды, жақсы зиялы қауымды азаматтарды, әйелдерге жаңағы сол халықты қарсы қою. Енді қараңыздар, неге әйелден басталады? Өйткені әйел көп сөзге ергіш. Жақсы сөз кім айтады, соған еріп кетеміз. Кім жақсы дүние береді, соған еріп кетеміз. Олар бірінші әйелдің жанды жерінен бастайды. Сол себептен әйелдерге кеңес бергім келеді. Әйелдер, ондай сіздер егер өзіңіздің еліңізге, өсіріп жатқан ұрпағыңызға жаныңыз жасса, өз-өзіңізбен жұмыс істеңіз, өз-өзіңізді дамытыңыз. Ондай біртіндеп елді құрдымға кетіретін жаңа елдің жауларына өзіңізге, сізге, яғни тісін батыруға жол бермеңіз.